Максим Петрович Громов Горный ауылының көршілерінде тек бір сезім тудыратын. Таң қалу. 3 ай бойы 55 жастағы ер адам таң атқаннан кеш батқанға дейін бір ғана оғаш іспен айналысатын. Қолына балға, арматураның бір бөлігін немесе темір құбырдың кесіндісін алып, өзінің учаскесіндегі жерге қағатын. Әдістемелік түрде, қыңырлықпен, аптап ыстыққа да өткен адамдардың қызық көздеріне де мән бермей. Маусым айына қарай оның ауласы елестету мүмкін емес нәрсеге айналды. Жерден ондаған темір шыбықтар шығып тұрды, тот басқан, әр түрлі қалыңдықта және биіктікте. Кейбіреулері шөптің үстінен әрең көрінеді, басқалары жарты метрге көтеріледі. Олар қоршау бойымен үйдің периметрі бойынша, сарайдың жанында, бақтағы алма ағаштарының қасында тұрды. Біреу учаскені алып гвоздермен атқан сияқты. Сол таңертең, маусым күннің сағат 8-де қатты қызып тұрған кезде, Максимнің қақпасына оң жақтағы көршісі Степан Фролов келді. Мықты, шаруашылыққа бейім ер адам, жергілікті совхозда механик болып жұмыс істейтін. Петрович, деп айқайлады ол, аулада кірмей тұрып. Шықшы, сөйлесейік. Максим балғаны қойып, маңдайындағы терін сүртіп, қоршауға жақындады. Оның күнгі күйлі және желге әсерленген беті, ауыр еңбекке үйренген адамның тыныш шаршауын көрсетті. Сәлем, Степан. Не қаладың? Не қаладым? Фролов қатты ашуланғаннан демігіп қалды. Петрович, маған ақмаққа түсіндірші, сен не істеп жатырсың? Бүкіл ауыл қазір шуылып жатыр. Громов мүлдем ақылынан адасыпты дейді. Кім дейді? Бәрі дейді. Дүкендегі кемпірлер, гараждағы еркектер. Тіпті учаскелік қызығушылық танытты. Мол, Громов учаскесінде не көмеді? Мүмкін қару. Мүмкін ұрланған зат. Максим күлді, бірақ көзінде шаршау көлеңкесі жарқ етті. Жұмыстан емес, түсінбеушіліктен. Мен ештеңе көнбеймін. Қағамын. Дәл солай. Қағасың. Қандайда бір тот басқан темірлер. Не үшін, Петрович? Маған адамша түсіндірші. Бұл қорғаныс. Қандай қорғаныс? Көршілерден. Ұрлардан. Біздің ауылда орлық ешқашан болмаған. Немесе сен Вьетнамдағыдай тұзақ қойып жатырсың ба? Максим басын шайқады. Найзағайдан. Степан оған, көршісі келімсектердің келуіне дайындалып жатыр дегенді естігендей қарады. Найзағайдан. Петрович, сен шын айтасың ба? Шынымен. Қандай найзағай? Жаңбыр болады, барлық жердегі сияқты. Енді бәріне шыбық қағу керек пе? Бәріне емес. Маған. Неге саған? Максим үндемей тұрып, көкжиекте көгілдірленіп тұрған тауларға қарады. Өйткені мен найзағайдың не екенін білемін. Көзіммен көрдім. Ал сен? Жоқ. Степан бірдеңе айтпақ болды, бірақ Максим бұрылып, балғасына қайта оралды. Сөйлесу аяқталды. Сол күні кешке Громовтардың үйіне сол жақтағы көрші Валентина Ивановна Кречетова келді. 63 жастағы әйел, бүкіл ауылға ұзын тілімен және мухаға пилге айналдыру қабілетімен танымал. Есікті Максимнің әйелі Людмила ашты. Тыныш, шыдамды әйел, бірақ соңғы айларда байқаларлықтай жүдеп қалған. Людочка, сәлем деп сыңғырлады Валентина Ивановна, шақырмай-ақ кіреберіске кіріп. Мен саған маңызды іс үшін келдім. Шай құйып бересің бе? Людмила күрсінді, бірақ шайнекті қойды. Кречетоваға бас тарту өзіне қымбатқа түсереді. Ренжиді. Содан кейін жарты жыл бойы бүкіл ауылға өтірік әңгімелер айтып жүреді. Отыр, Валентина Ивановна. Не болды? Не болды? Деп қолын сермеді көрші. Бүкіл ауыл сенің Максимің туралы ғана айтып жатыр. Людочка, қымбаттым, сен ақылды әйелсің. Күйеуіңде не болып жатқанын көрмей тұрсың ба? Оның не болып жатыр? Қалай не болып жатыр? Ол осы шыбықтарын таң атқаннан кеш батқанға дейін қағып жатыр, жынды сияқты. Людочка, саған дос ретінде айтамын, бұл жақсы белгілер емес. Менің аталап әпкемнің күйеуі де осылай бастады, содан кейін оны Краснодарға алып кетті, арнайы ауруханаға. Людмила шынаяқтарды үстелге соншалық күшпен қойды, шай дастарханға төгілді.
Валентина Ивановна, Максим толық сау. Ол жынды емес. Әрине деп басын изеді көрші жалған жанашырлықпен. Мен жынды деп айтпаймын. Жай ғана оғаштық. Міне, маған айтшы, қалыпты адамға неге темірлерді жерге қағу керек? Ол бүкіл ауласын бүлдірді. Мен кеше жанынан өттім, зират сияқты, шынымды айтсам. Тек кресттер қою қалды. Ол бұл найзағайдан қорғаныс дейді. Найзағайдан. Кречетова қолын сермеді. Людочка, өзің ойланшы. Қандай найзағай? Біз мұнда 40 жыл тұрамыз, бірде-бір рет найзағай бір үйге түспеді. Максим, бұл уақыт мәселесі дейді. Уақыт мәселесі деп келеке етті көрші. Ал мен психика мәселесі деймін. Людочка, саған жақсылық тілеймін. Онымен сөйлес. Немесе дәрігермен сөйлес. Әлі кеш емес. Кречетова кеткен соң, Людмила үстел басында ұзақ отырды, суыған шайға қарап. Ол Максимді жақсы көреді. 30 жыл бірге. 2 бала, немере өсіп жатыр. Бірақ соңғы айларда оның ішінде бірдеңе өзгерді. Осы шыбықтарға деген құмарлық, осы найзағай туралы әңгімелер. Максим учаскеден қайтып келгенде, лас, шаршаған, алақандағы көпіршіктермен ол шешім қабылдады. Максим, біз сөйлесуіміз керек. Ол үстелге отырды, оның қолынан борщ салынған тәрелкені алды. Айт. Кречетова келді. Не? Ауылдың бәрі сені жынды деп санайды дейді. Максим борщқа нан батырып үндемеді. Максим, мен сенімен 30 жыл тұрамын. Мен сені білемін. Сен ақымақта, психта емесің. Бірақ маған түсіндірші, неге осы шыбықтар? Шынымен түсіндір. Мен түсінгім келеді. Ол қасықты қойып, оның көзіне қарады. Көзқарасы байыпты, ауыр. Люда, сен Санька Ермолинді есіңде сақтайсың ба? Ол сенімен желілерде жұмыс істеген бе? Дәл сол. 89-да. Есімде. Оны ол тоқтады. Оны найзағай өлтірді. Дәл менің алдымда. Біз тіректе жұмыс істедік, жаңбыр кенет келді. Мен түсіп үлгердім, ол жоқ. Сен адамнан қалғанын көрсең, Люда. Мен әлі күнге түсімде көремін. Людмила сұрланып кетті. Сен ешқашан айтпағансың. Сені қорқытқым келмеді. Және бұл жалғыз жағдай емес. 30 жыл желілерде мен найзағайдың үйлерге, ағаштарға, адамдарға түскенін көрдім. Өрттерді көрдім, өлімдерді көрдім. Мен осы күштің неге қабілетті екенін білемін. Бірақ неге қазір? Неге дәл осында? Максим тұрып терезеге жақындады. Терезеден тысқары таулар қараңғыланды. Біздің ауыл ең қолайсыз жерде тұр, Люда. Екі төбенің арасындағы ойпат. Жаңбыр таудан келгенде барлық энергия осында ағады, су шұңқырға сияқты. Мен бұны біз осында көшіп келгенде түсіндім. Көрсеткіштерді тексердім, ықтималдықтарды есептедім. Мұнда ертеме кешпе түседі. Және қатты түседі. Бірақ сонша жыл ештеңе болмады. Бұл ештеңе білдірмейді. Найзағай, ол рулет сияқты. 100 рет айналдыруға болады, ештеңе болмайды. Ал 101-інде ол сөзін аяқтамады. Және осы шыбықтар көмектеседі бе? Бұл найзағайдан қорғаныс. Қолдан жасалған, иә. Бірақ жұмыс істейтін. Олар соққыны өздеріне алады, және жерге апарады. Егер найзағай біздің учаскеге түссе, ол шыбыққа түседі, үйге емес. Саған емес. Жазда келгенде немереге емес. Людмила жақындап, оны артынан құшақтады, шекесін оның кең арқасына басады. Неге көршілерге түсіндірмейсің? Түсіндірдім. Сенбейді. Жынды деп ойлайды. Ал сен маған сенесің бе? Ол бұрылып оны құшақтады. Саған сенемін. Бірақ келесі күні Громовтардың үйіндегі тыныштық тағы бұзылды. Қызы Анна қоңырау шалды. Ол Краснодарда тұратын. Ірі фирмада бухгалтер болып жұмыс істейтін. Кәсіпкерге тұрмысқа шыққан. Папа, мен сенімен сөйлесуім керек. Айт, қызым. Мама осы шыбықтар туралы айтты. Папа, не болып жатыр? Көршілер бүкіл қалаға айтып жатыр.
Менің құрбыларым сұрайды, бәрі дұрыс па? Шынымды айтсам, маған ұят. Не үшін ұят? Менің әкем өзін ол сөзді жұмсақ етіп таңдап алды. Жынды сияқты ұстайды деп. Мен оны айтпадым. Бірақ ойладым. Папа, мені дұрыс түсін. Мен сені жақсы көремін. Бірақ бұл оғаш көрінеді. Өте оғаш. Адамдар айтады. Маған адамдардың не айтқаны маңызды емес. Деп үзді Максим. Мен қажет деп ойлайтынды істеймін. Отбасыны қорғау үшін. Қандай қорғау? Найзағайдан. Папа, бұл күлкілі. Саған күлкілі. Ал маған емес. Мен найзағайдың адамдарға не істейтінін көрдім. Папа, бірақ қалыпты найзағайдан қорғаныс бар. Мамандарды шақыруға болады. Ереже бойынша қою. Мамандар үштеріні сыпырады және бір найзағайдан қорғанысты шатырға қояды. Ал маған бүкіл учаскені қорғау керек. Әр метрін. Анна күрсінді. Жарайды, папа. Сені сендіре алмайтынымды көріп тұрмын. Бірақ мен алаңдаймын. Мама алаңдайды. Ваня демалысқа келеді. Ол дедушка туралы не ойлайды? Ваня дедушка отбасына қамқор деп ойлайды. Немесе дедушка жынды деп. Сөйлесу ештеңемен аяқталмады. Максим трубканы қойып аулада шықты. Күн батқанға дейін уақыт бар еді, ал оның жұмысы бар еді. Күндер өтіп жатты, ал Громовтардың учаскесінде шыбықтар көбейе түсті. Максим әдістемелік түрде, тек өзіне түсінікті жүйе бойынша жұмыс істеді. Таңертең өзінің жазбаларын оқиды. Тозған дәптер, схемалар мен есептермен толтырылған. Содан кейін балғаны алып, арматураның келесі бөлігін қағуға баратын. Маусымның ортасына қарай бүкіл Горный ауылы жынды Громов туралы білді. Әңгіме өсектермен өсті. Әр қайталау жаңа мәліметтер қосатын. Кейбіреулері Максим жерде алтын жасыра дейді. Басқалары чечен соғыстарынан қалған қаруды көмеді дейді. Үшіншілері еркек сектаға кіріп, қандайда бір рәсімдер өткізеді деп сыбырлайтын. Жергілікті дүкенде, ауылдың барлық әңгімешілері жиналатын жерде, тек Громов туралы әңгімелер болатын. Мен сендерге нақты айтамын деп жар салды сатушы Зоя Михайловна, толық және бәрін білетін әйел. Бұл ол әйелінен заначка жасырады. Құбырларды қағады, ішіне ақша. Людка қатал, әр тиынды санайды. Қандай ақша деп қарсы шықты тете Клава, мәңгі наразы жүзді зейнеткер. Ол осы темірлерге барлық ақшаны жұмсайды. Людка шағымданды. Базарда барлық металлолымды сатып алады, тапқанын. Ал мен естідім деп даусын төмендетті жасана Света, ол жас кезінде түрмеде отырған және қазір дайындалып жатыр. Білесіңдер, зектер сияқты, олар әрқашан дайындалады. Жоқ, отырмаған деп қолын сермеді Зоя Михайловна. 30 жыл электр желілерінде жұмыс істеді. Зияндық бойынша зейнетке шықты. Міне деп жалғады тете Клава, зияндық. Мүмкін осы зияндықтан басы айналып кеткен шығар. Сәулелену немесе басқа нәрсе. Өсектер Максимға жетеді, бірақ ол мән бермеді. Жұмыс істеді. Үндемей, қыңырлықпен, күн сайын. Бірақ маусымның соңында ол күтпеген нәрсе болды. Қақпаға полиция машинасы келді. Учаскелік шықты, жас лейтенант Дима Колесников. Жігіт жергілікті, училищеден кейін жақында тағайындалған. Сәлеметсіз бе, Максим Петрович? Сізбен сөйлесе аламын ба? Максим балғаны қойды. Хер, лейтенант. Қоршауда тұрған не? Олар кіреберістегі орындыққа отырды. Колесников дәптерін шығарып, өзін ыңғайсыз сезініп тұрғаны байқалды. Максим Петрович, шағым түсті. Кімнен? Ауылдың бірнеше тұрғынынан. Коллективті. Не жазған? Лейтенант жөтелді. Сіз күдікті іспен айналысатынсыз дейді. Жерге металл заттар қағасыз. Адамдар алаңдайды. Не туралы алаңдайды? Колесников сөйлей алмады. Біреулері сіз қару жасырасыз деп ойлайды. Кім? Наркотик пе? Түсініңіз, Максим Петрович, мен тексеруім керек. Максим күлді. Тексер. Қаласаң, кез келген шыбықты қазып, астында не барын қара. Қаламаймын.
Мен сізге сенемін. Бірақ есепте бірдеңе жазуым керек. Не үшін істейсіз? Бұл найзағайдан қорғаныс. Найзағайдан қорғаныс. Иә. Найзағайдан қорғаныс. Біздің ауыл қауіпті жерде тұр. Төбелер арасындағы ойпат. Жаңбырда осында барлық электр энергиясы жиналады. Ерте ме кеш пе қатты соғады. Мен өз үйім мен отбасымды қорғағым келеді. Колесников дәптерге бірдеңе жазды. Яғни, бұл техникалық құрылыс. Солай деп айтуға болады. Сізде құжаттар бар ма? Рұқсат. Жоба? Жоқ. Бұл менің учаскем. Менің жерім. Мен оған не қалаймын, соны қағаламын. Формальды түрде. Иә. Деп бас изеді лейтенант. Бірақ адамдар шағымданады. Ауылдың көрінісін бұзады дейді. Балалар жарақат алуы мүмкін дейді. Менің учаскемде балалар жүгірмейді. Ал көрініс Максим ауласын қарады. Бұл менің көрінісім. Олардікі емес. Колесников дәптерін жапты. Мен сізді түсіндім, Максим Петрович. Есепте бұл қолдан жасалған найзағайдан қорғаныс жүйесі қоғамдық тәртіпке қауіп төндірмейді деп жазамын. Бірақ ол тартынды. Арамызда адамдар әлі де айтатын. Мүмкін көршілерге түсіндірерсіз. Адамша. Түсіндірдім. Сенбейді. Онда не кеңес берерімді білмеймін. Шыдамдылықпен шығар. Учаскелік кеткен соң Максим орындықта ұзақ отырды, тауларға қарап. Күн батқанға қарай еңкейді, шыңдарды қызғыл түске бояды. Сол жақта, қырдың ар жағында бұлттар жиналып жатты. Ол оларды көзқараспен көрді. Кавказдың алқабындағы жазғы жаңбырлар ауыр нәрсе. Бұл ол білетіннен жақсы біледі. Людмила кіреберіске шығып, шай кружкасымен. Учаскелік не қалады? Шағым болды. Коллективті. Құдай-ау. Енді не істейміз? Ештеңе. Қауіп жоқ деді. Тыныштанады. Людмила жанында отырып күйеуінің иығына басады. Максим, мен сені қолдаймын. Сен білесің, бірақ маған ауыр. Күн сайын осы көзқарастар, артындағы сыбырлар. Дүкенге кіре алмаймын. Бәрі үндемей қалады, содан кейін жанашырлықпен қарайды. Жесір сияқты. Жақында бәрі аяқталады. Қашан? Мен аяқтағанда аз қалды. Ол шыбықтармен толған учаскеге қарады. Және сен шынымен бұл көмектеседі деп ойлайсың ба? Сенбеймін. Білемін. Шілденің басында ауылға Максим күтпеген және көргісі келмейтін қонақ келді. Виктор Сергеевич Калинин, бұрынғы әріптес, бір кезде жақын дос. Олар бірге жоғары вольтты желілерде 20 жылға жуық жұмыс істеді. Бірге ішті, бірге балық аулады, бірге әріптестерін жерледі. Содан кейін ажырасты. Бір жағдайдан кейін екеуі де еске алғысы келмейтін. Виктор жаңа шетелдік машинамен келді. Ол қазір Краснодарда тұратын. Электр монтаждау фирмасын ұстайтын. Байыған. Машинадан шықты. Ақшашты, толық, қымбат көйлек және алтын сағатта. Сәлем, Петрович. Қанша жыл, қанша қыз. Максим қақпадан шықты, бірақ қолын созбады. Не үшін келдің, Виктор? Міне, сен туралы естідім. Өсектер қалаға жетті. Мол, Громов мүлдем оғаштық жасап жатыр. Қандайда бір темірлерді жерге қағады. Көршілерді қорқытады. Өзім көрейін дедім. Көргенсің. Енді кете бер. Әй, ренжіме, Петрович. Мен дос ретінде. Мүмкін көмектесемін. Сен білесің, менің фирмам бар. Адамдар бар. Құралдар. Егер саған қалыпты найзағайдан қорғаныс қою керек болса, өз құны бойынша жасаймын, ескі дос үшін. Маған сенің найзағайдан қорғанысың керек емес. Әй, таста. Осы колхозға қара. Виктор қолын аулаға сермеді. Тот басқан арматура. Бүгілген құбырлар. Бұл қорғаныс емес. Бұл ұят. Сен мамансың, Петрович. Қалай осыған дейін түстің? Бұл жұмыс істейді. Жұмыс істейді.
Калинин күлді. Петрович, сен физиканы білесің. Найзағайдан қорғаныс жұмыс істеу үшін дұрыс жерлеу контуры, дұрыс биіктік, дұрыс материалдар керек. Ал сен не қақтың? Бұл бред. Максим жұдырығын түйді. Сен мені үйрету үшін келдің бе? Көмектесуге келдім. Тыңда, адал айтайын. Сен адамдар күлетінін түсінесің. Бүкіл ауыл сені псих деп санайды. Әйелің көшеге шығудан ұялады. Қызың қалада әкесі туралы сұрағанда қызарады. Сен осылай өмір сүргің келе ме? Бұл сенің ісің емес. Майор Петрович, біз 20 жыл бірге жұмыс істедік. Мен саған алаңдаймын. Алаңдайсың. Максим алға қадам басады, және Виктор еріксіз шегінді. Сен маған алаңдайсың ба? Ал Санька Ермолинді жерлегенде қайда едің? Комиссия келгенде және кінәлілерді іздегенде қайда едің? Калинин сұрланып кетті. Петрович, бұл бұрын болған. Мен үшін кеше сияқты. Сен ол кезде барлығын Санькаға аудардың. Мол өзі жаңбырда шықты, өзі кінәлі. Ал мен шындықты білемін. Сен оған шығуды бұйырдың. Сен асықтың, өйткені мерзімінен бұрын жөндеу үшін премия алғың келді. Бұл шындық емес. Шындық. Және сен мұны білесің. Сондықтан кет, Виктор. Және енді келме. Калинин үндемей тұрып, содан кейін түкірді. Жарайды, Петрович, қалағаныңша өмір сүр. Бірақ осы темірлерің көмектеспегенде маған келме. Түсіндім. Ол машинаға отырып, шаң көтеріп кетті. Максим машина бұрылыстан жоғалғанша қарап тұрды. Людмила терезеден қарап тұрды. Күйеуі үйге қайтып келгенде, ол сұрады. Бұл Калинин бе? Сол. Не қалады? Қорғаныс ұсынды, Петрович. Дейді. Максим ашып күлді. Найзағайдан қорғаныс ұсынды. Кәсіби. Және сен бас тарттың. Бас тарттым. Неге? Максим үстелге отырып, бетін қолмен сүртті. Өйткені ол Санька Ермолиннің өліміне кінәлі. Ал қазір қымбат машинамен келіп, маған қалай өмір сүруді үйретеді. Қолымнан келмейді, Люда. Одан көмек қабылдай алмаймын. Людмила қарсы отырып, оның қолын өз қолына алды. Маған Санька туралы айтып бер. Сен ешқашан толық айтпағансың. Және Максим айтты. Барлығын 30 жыл бойы ішінде ұстағанын. 89-дағы сол күн туралы, олар армавир астындағы желіде жұмыс істегенде. Кенет келген жаңбыр туралы. Батыстан қара қабырға. Калининнің бұйрығы туралы. Ол сол кезде бригадир болатын. Жұмысты ауа райына қарамай аяқтау үлгереміз, жігіттер. Премия жанып тұр. Санька тірекке шықты. Ол ең жас, ең епті болатын. Максим төменнен сақтандырды. Жаңбырдың алғашқы тамшылары түскенде, Санька жоғарыда болатын. Содан кейін мен жарқылды көрдім деп айтты Максим тұншығып. Күннен жарқын. Және гүрсіл, аспан жарылған сияқты. Саньканы тіректен 5 метрге лақтырды. Ол құлады. Люда, мен оған жүгіріп жеттім, ал ол қазір шашы түтін шығарды. Киім өртенді. Көздері ашық, ал оларда ештеңе жоқ. Босшылық. Людмила жылап көз жасын сүртпей. Неге бұрын айтпадың? Айтпасам, ұмытып қаламын деп ойладым. Бірақ ұмытпадым. Әр жаңбырда еске аламын. Әр найзағайды көремін. Және Саньканы көремін. Және сондықтан сен осы шыбықтарды қағасың ба? Иә. Өйткені мен енді адамдарды жоғалтқым келмейді. Мен сен немесе Анька немесе Ванечка, сендер Саньканың басынан өткенді сезінгендеріңді қаламаймын. Мен бүкіл әлемді қорғай алмаймын. Бірақ өз учаскемді қорғай аламын. Олар ұзақ үндемей отырды, қол ұстасып. Терезеден тысқары қараңғы түсті, алғашқы бұлттар жиналды. Жаңбырдың алғашқы белгілері, Максим білетіндей, ерте ме, кеш пе келеді. Келесі күні оның қорқыныштарына мазақ сияқты тамаша күнді күн шықты. Аспан таза, бір бұлт жоқ. Ыстық 30 градусқа тұрды. Көршілер өз істерімен айналысты. Біреу бақшаны суарды, біреу қоршауды жөндеді.
Және бәрі, әрине, Громовтардың учаскесіне қарайтын. Түс ауа немересі келді, 10 жастағы Ванька Аннаның ұлы. Оны жыл сайынғыдай жазғы демалысқа келді. Бала машинадан шығып дедесіне жүгірді. Деда Максим. Громов немересін қолтықтап айналдырды. Ванька, қалай өстің? Жақында деданы басып озасың. Анна машинадан шықты, ширығып, ернін қысып. Учаскеге шығып тұрған шыбықтарға көз тастады. Сәлем, папа. Сәлем, қызым. Олар құшақтасты. Қысқа. Формальды. Көріп тұрмын, сен өз ісіңді тастамағансың. Занятı. Папа. Біз келісім жасадық. Сен Ваня келгенде бәрін алып тастаймын деп уәде бердің. Мұндай уәдені есімде жоқ. Папа. Анна. Бұл менің отбасым үшін қорғаныс. Ваня үшін де. Қорғаныс. Қызы қолын сермеді. Осы аулаға қара. Ваня мұнда қалай ойнайды? Ол осы темірлерге түсіп қалады. Түспейді. Мен әр шыбықты жарқын түске боядым, және үстіне пластикалық қақпақ кигіздім. Арнайы оған. Анна мұқият қарады. Расында барлық шыбықтар қазір шөпте жақсы көрінетін жарқын қызғылт сары набалдашниктермен болатын. Және бәрібір бұл қауіпті. Үйді қорғансыз қалдырғаннан қауіпті. Ваня сол кезде аулада жүгіріп, шыбықтарды таңданыспен қарап жатты. Деда, бұл не? Бұл тұзақтар, жұлдызды соғыстардағы сияқты. Максим күлді. Жоқ, немерем, бұл найзағайдан қорғаныс. Найзағайдан қорғаныс деген не екенін білесің бе? Бұл найзағайды ұстайтын. Дәл. Найзағай өте қауіпті. Ол адамды өлтіре алады немесе үйді өртей алады. Ал найзағайдан қорғаныс оны ұстап алады және жерге апарады. Қауіпсіз. Круто. Баланың көздері жарқырады. Деда, сен өзің жасадың ба? Өзім. Мені үйретесің бе? Максим қызымен көз тастады. Анна қарсы айтпақ болды, бірақ үндемеді. Үйретемін, немерем. Міндетті түрде үйретемін. Келесі 2 апта Максим үшін соңғы жылдардағы ең бақытты болды. Ваня алғыр шәкірт болып шықты, қызығушылықты, назар аударатын, бәрін ұшып түсінетін. Әр таңертең олар бірге аулада шығатын, және деда немересіне электрдің негіздерін түсіндіретін. Қара, Ванька, Максим таяқпен жерге сызып, найзағай электр разряды. Өте күшті. 1,000,000 вольт. Ол әрқашан жерге ең қысқа жолды іздейді. Неге? Өйткені жер электр үшін үлкен магнит сияқты. Найзағай сол жаққа барғысы келеді. Және ол ең биікті таңдайды, ағаш үй, ашық алқаптағы адам. Ал егер темір қойсақ, ол темірге соғады ма? Ақылды. Дәл солай. Металл электрді ағаш немесе тастан жақсы өткізеді. Егер металл шыбықты шатырдан биік қойсақ, найзағай оған соғады, үйге емес. Содан кейін қайда барады? Жерге барады. Шыбық бойымен. Төменге, тереңге. Сол жерде қалады. Ешкімге зиян тигізбейді. Ваня дедаға таңданыспен қарады. Деда, сен мұны қайдан білесің? Мен 30 жыл электрмен жұмыс істедім, немерем бүкіл ел бойы созылған үлкен желілерде. Көп нәрсені көрдім. Және найзағайды көрдім. Максим үндемеді. Көзбен көрдім. Қорқынышты болды. Болды. Өте қорқынышты. Бала тынышталып деданың даусында байыпты бірдеңені сезді. Сен айтып бересің бе? Өскенде айтамын. Ал қазір шыбықты жерге қалай дұрыс қағуды көрсетейін. Қалайсың ба? Қалаймын. Максим немересіне кішкентай балға және арматураның қысқа бөлігін берді. Қалай ұстауды, қалай соғуды көрсетті. Ваня бар күшімен тырысты. Тілі шығып тұрды. Маңдайы терледі. Шыбық жерге баяу сантиметрмен кіріп жатты, бірақ кіріп жатты. Жарайсың деп мақтады деда. Сенен толық шығады. Людмила ас үй терезесінен қарап күліп тұрды. Соңғы айлардағы бірінші рет ол күйеуін шынымен бақытты көрді. Осы құмарлықтың көлеңкесіз оны қорқытқан.
Немересінің жанында Максим 20 жылға жасарған сияқты. Бірақ идиллия ұзаққа созылмады. Шілденің ортасында ауылға аудандық әкімшілік комиссиясы келді. Костюмді 3 адам, 2 еркек және 1 әйел, қызметтік машинадан шығып, тура Громовтардың үйіне беттеді. Максим оларды қақпада кездестірді. Не үшін қарыздармыз? Комиссияның аға, терлеген жүзді толық еркек, қолтығындағы папкамен өзін таныстырды. Карташев Игорь Семенович. Аудан әкімшілігінің абаттандыру мәселелері бойынша орынбасары. Бұл менің әріптестерім Петренко және Савельева. Біз ауыл тұрғындарының шағымы бойынша келдік. Тағы шағым. Коллективті. 43 адам қол қойған. Максим ысқырық шығарды. 43. Ал ауылда барлығы 60 аула. Дәл солай. Тұрғындардың көпшілігі сіздің іс-әрекетіңізге алаңдайды. Карташев қағаздарға қарады. Шағым бойынша сіз өз учаскеңізде мақсаты белгісіз көптеген металл конструкциялар орнатқансыз. Олар елді мекеннің сыртқы көрінісін бұзады және қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Қауіпсіздікке қауіп. Солай жазылған. Балалар жарақат алуы мүмкін, өткен адамдар сүрінуі мүмкін. Менің учаскемде. Менің қоршауымның ар жағында. Өткен адамдар бөтен учаскелерде жүрмейді. Дегенмен. Карташев жөтелді. Біз тексеруді жүргізуіміз керек. Территорияны қарауға рұқсат бересіз бе? Максим иығын көтеріп, қақпаны ашты. Комиссия аулада жүрді, шыбықтарды қарап. Савельева әйел кішкентай цифрлық фотоаппаратпен суретке түсірді. Петренко дәптерге бірдеңе жазып жатты. Карташев әртүрлі көрген адамның түрімен басын шайқады. Бірақ мұндайын әлі көрмеген. Және бұл сіздің ойыңызша не? Деп сұрады ол ақырында. Найзағайдан қорғаныс жүйесі. Найзағайдан қорғаныс. Иә, найзағайдан қорғаныс. Әр шыбық кемінде 2 метр тереңдікке қағылған және жер асты сулармен байланысты. Найзағай соққысында разряд жерге барады. Карташев әріптестерімен көз тастады. Мырза Громов, сіз осындай құрылыстарды орнату үшін жоба және келісім керек екенін түсінесіз бе? Қандай құрылыстар? Бұл жердегі арматура. Ғимарат емес, қоршау емес, құрылыс емес. Дегенмен бұл учаскенің көрінісін өзгертеді және қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін. Қандай жолмен тот басқан арматура қоршаған ортаға әсер етеді? Карташев сөйлей алмады. Әй, теориялық тұрғыдан металл тотығуы мүмкін, топыраққа зиянды заттар бөледі. Максим сөйлесу бойы бірінші рет күлді. Игорь Семенович, мен 30 жыл жоғары вольтты желілерде жұмыс істедім. Мен металл және топырақ туралы сізден жақсы білемін. Тот темір оксиді. Ол зиянсыз. Жердің өзі 30 темірден тұрады. Карташев қызылданды. Маңызды емес. Маңыздысы ауыл тұрғындарының наразылығы. Олар қолайлы қоршаған ортаға құқылы. Ал мен өз үйімді қорғауға құқылымын. Қандай қорғау? Неден? Найзағайдан. Біздің ауыл қауіпті аймақта тұр. Төбелер арасындағы ойпат. Жаңбырда. Громов. Деп үзді Карташев. Мен сіздің теорияңызды тыңдағым келмейді. Фактсіз көршілердің тыныштығын бұзасыз. Сізде 2 апта бар, учаскені тиісті түрге келтіруге. Болмаса, біз әкімшілік шаралар қабылдауға мәжбүр боламыз. Қандай шаралар? Айыппұл. Мүмкін, конструкцияларды күштеп алу сіздің есебіңізден. Максим ішінде ашу толқыны көтерілгенін сезді. Сізде құқық жоқ. Бар. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 8.1 бабы. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтамау. 7.1 бабы. Жер учаскесін өз бетінше иелену, әрине бұл сіздің учаскеңіз, бірақ біз негіздер табамыз, сеніңіз. Комиссия кетті, Максимті өз ауласында тұрғызып, соншалық еңбекпен және сеніммен қаққан шыбықтар арасында. Людмила Креберске шықты. Олар не деді? 2 апта. Содан кейін айыппұл және алу. Құдай-ау. Және не істейміз? Максим аспанға қарады.
Батыста, таулардың ар жағында, бұлттар жиналып жатты, әлі зиянсыз, бірақ ол олардың жаңбыр бұлттарына қалай тез айналатынын білді. Ештеңе істемейміз. Олар өз алуларымен келсін. Жаңбыр келгенде не айтатындарын көреміз. Ал егер келмесе? Келеді, Люда. Міндетті түрде келеді. Сол күні кешке Максим шкафтан ескі дәптерді шығарды. Сол есептер мен схемалармен толтырылған. Үстелге отырып, таза бетті ашып, жаза бастады. 17 шілде. Ауданнан комиссия келді. Алуға 2 апта берді. Ештеңені алмаймын. Олар қалағанын істесін. Мен дұрысын білемін. Мен найзағайдың не істейтінін көрдім. Көзіммен көрдім, Санька Ермолин менің 20 метрімде қалай өлгенін. Бұл сурет әлі күнге түсімде. Бүгін ауа райы болжамын қарадым. Келесі аптада Қара теңізден жаңбыр фронты күтіледі. Күшті. Мүмкін бұл сол жаңбыр шығар, ол